Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Сақыпжан Ерәділ Аманғосұлы. Мен Ақбота саған орталығының бүлдірсін сасын түтті. Мынау менің анам, есімі Алмагүл. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің ұлымыз екеуміздің сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырған зерттеу жұмысымыздың тақырыбы жұмыртқа мен су. Яғни жұмыртқа мен судың тығыздығын анықтау. Ендеше бүгінгі керекті құрал-жабдықтармен таныстыра қойш. Қандай керекті құрал-жабдықтар керек бізге? Тұз, жұмыртқа, су. Жақсы, жарайсың. Ендеше бірінші стаканға жұмыртқаны сала қойш. Не байқадың жұмыртқа салғанда суға? Жұмыртқа суға батып кетті. Жақсы. Екінші стаканымызға 10 қасық тұзды сала қой. Санап сала қой. 2 Толтырып сала қой. 5 Енді араластырамыз суды. Суды әбден араластырамыз. Судың түсі қандай болды? Ақ түс болды. Судың түсі ақ болды. Енді мына жұмыртқаны суға сала қой. Жұмыртқаны суға салғанда қандай құбылыс байқадың сен? Жұмыртқа судың үстінде қалқып. Бұл кезде мына біздің суымыз, яғни ақ түске боялды, иә? Тұз бен судың біздер балансын анықтадық. Бұл жерде жұмыртқадан көрі судың тығыздығы көп екен. Сол себепті жұмыртқа судың бетінде қалқып жүр. Ендеше үшінші стаканымызға 3 қасық тұз сала қойшы. 3 қасық тұз сала қой. 1, 2, 3. Араластыра қой. Араластырамыз. Енді жұмыртқаны сала қой. Қандай құбылыс байқадың? Ортасында қалқып жүр. Балам, біздер жұмыртқа мен судың тығыздығын анықтадық, иә? 3 стакандағы суда біршама айырмашылық бар. Бұлардың тығыздығы әртүрлі екен. Осымен бүгінгі біздің баламыз екеуміздің жасаған зерттеу жұмысымыз өз мәресіне жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.